Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қазақ тілі 2 бөлім 65 сабақ сөз және оның мағынасын өтетін боламыз. Бұл тақырыпта сіздер сөз және оның мағынасымен жұмыс істеуді үйренетін және де мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып білетін боласыздар. Олай болса, бірінші жаттығу шаңғы мәтініне назар салайық. Мәтінді түсініп бәріміз бірге оқиық. Шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы қатты ағаштан жасалды. Арнайы шаңғы бәтеңкелері 2 аяққа бекітіліп, қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтардың көмегімен бұрынғыдан жылдам жүйткіді. Араға жылдар салып шаңғының көптеген түрі пайда болды. Олар спорттық, биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары еді. Яғни оқушылар бұл мәтін бізге Балдырған журналынан берілген екен. Түсінбеген сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Яғни оқушылар бұл жерде сіздерге қай сөз түсініксіз, соны оқулықтың артындағы сөздіктен қарап алсаңыз болады. Келесі тапсырмаға назар салайық. Мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтардың жалғастырып көр. Адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапты? Алғашында шаңғы қалай пайда болды? Енді біз осы сұрақтарды ары қарай жалғастыруымыз керек. Біз жаңа мәтінді оқып шықтық, ал енді өзіміз сұрақ құрастырайық. Мәтінге сүйене отырып, 3 және 4 сұрақтарды алғашқы шаңғы неден жасалады? Шаңғының қандай түрлері бар деп құрастырсақ болады. Ал олай болса, келесі тапсырмаға назар салайық. Мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды дұрыс орналастыр. Бізде көріп отырғандарыңыздай сөздер берілген, сол сөздерге сұрақ қоя отырып, әр топқа орналастырамыз. Бұл жерде заттың атын білдіретін, яғни кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөздер шаңғы, қар, таяқ, ағаш. Ал заттың сынын білдіріп, қандай сұрағына жауап беретін сөздер қатты, ұзын. Ал заттың санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін сөздер 2, қос. Ал қимылдық атауды білдіріп, не істеді, қайтты сұрақтарына жауап беретін сөздер жасалды, қосылды, сырғанады. Осы орайда мына ережеге назар салайық. Сөз бұл заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Мысалы, үй, ақын бұл заттың атауын білдіретін сөздер. Ал тұнық, әдемі бұл заттың сынын білдіретін сөздер. Оқы, түсін бұл іс-қимылды білдіретін сөздер. 6-10 бұл заттың санын білдіретін сөздер. Енді келесі тапсырмаға назар салайық. Суретке қара. Мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылданып жүр деп ойлайсың? Яғни бұл фристайл деген спорт түрі. Фристайл спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық іс-әрекеттерді орындайтын спорт ойыны болып табылады. Енді 3 жаттығуға назар салайық. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергенін неден байқауға болады? Сөз, қимылдың көмегімен қуанған балалардың көңіл күйін беруге тырыс дейді. Оқушылар, ең бірінші суретке назар салайықшы. Суреттегі балаларға ат қояйық. Және де суретте нені байқадың? Дұрыс айтасыздар. Суретте 3 бала теледидарда футбол ойынын тамашалауда. Енді міне осы бойынша мәтін құрастырамыз. Тақырыбын футбол жанкүйерлері деп алсақ болады. Ал енді құрастырған мәтінімізді бірге оқиық. Асқар, Жансерік, Аян үшеуі футбол жанкүйерлері. Олар Қайрат футбол командасын қолдайды. Бүгін Қайрат Қыран командасымен ойнайды. Ойын ұзаққа созылып, өте таласты болды. Қайрат командасы мықты. Алайда Қыран командасы да осал емес екен. Дегенмен соңғы минуттарда Қайрат командасының шабуылшысы гол соғып, 1-0 есебімен жеңіске жетті. Асқар, ура, гол деп орнынан атып тұрып қуанып жатыр. Жансерік пен Аянның да қуаныштарында шек жоқ. Олар орнынан тұрып, қол шапалақтап, қуаныштан секіріп жатыр.
Жаңылтпашты жатқа жаз. Аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгергенін айт. Енді осы жерден шығатын қорытынды, бұл жерде қарамен жазылған сөздер аяғым, таяғым. Бұл сөздер аяқ және таяқ сөздеріне жалғауы жалғанған уақытта аяғым және таяғым деп өзгереді. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Достар, каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.